Қазіргі тарихымызда тағы менің ойымша кейбір қателіктер бар. Ол халықтардың аттарын біз дұрыс айтпаймыз. Мысалы, біздің ұлы көршіміз Жұңхуа Халық Республикасын Жұңга елі дейді. Оның өзінің аты. Соны біз Қытай деп жүрміз. Кейбіреулер Қарақытай дейміз. Соны. Сол сөз Қарақытай деген сөз арқылы біз өзіміздің осыдан 1000 жылға жуық уақыт бұрын өмір сүрген біздің түркі тектес бабаларымызға да тіл тигізіп жатырмыз. Қарақытайлар деген кімдер еді? Қарақытайлар ең бірінші 10-11 ғасырларда мына терістік шығыс Монғолия жақта, одан Манчжурия жақта дүниеге келген мына түркі-моңғол халықтарының шығыс тармағының үлкен мемлекеті болды. Олар империя құрды. Ол империя Қытайдың солтүстік бөлігінде бағындырды, үстемдік етті. Одан кейін оларды 12 ғасырдың ортасына таман шүшіттердің Джин империясы, олар мәнжүр текті халықтар құлатқаннан кейін, ол Қарақытайлардың бір бөлігі Жетісу жаққа ауып көшіп барады. Елеу Дашы деген қолбасшы болады. Гурхан дейді ол. Хандардың жоғары хан деген сөз, Гурхан, тайпалардың басшысы деген сөз. Сол Қарақытайлар патшалығын құрады. Оның тілі де, салты да, дәстүрі де ол түркілік болды. Тек қана о замандарда біз айтамыз кейбір кезде мына Шыңғыс хан қазақ па моңғол деп. Ол кезде ешқандай моңғол деген де болған жоқ, қазақ деген де болған жоқ. Жалпы түркі-моңғол халықтары ортақ болды. Түркі-моңғол халықтары сонау ғұндардың заманынан біздің дәуірімізге дейін 5 ғасырдан бастап. Сол Шыңғыс ханды 13 ғасырға дейін бірақ халық болып кетті. Тайпалары бәрі, тілдері бәрі. Түркі-моңғол халықтар деп. Ал анау ары қарай кететіндер, шығыс жаққа кететіндер, Манчжурия жақтар, ол тұңғыс мәнжүр халықтары. Тұңғыс мәнжүр халықтары ертерек бөлінді. Олар ғұндардың заманында Дунху деген халық болды шығысында. Ханзу тілінде Дунху деп аталады. Сол Дунхулардың ұрпақтары. Дунху ары қарай Сәнби кетеді, ары қарай шүшіттер кетеді, мәнжүрлер кетеді. Олар бәрі тұңғыс мәнжүр тұқымы. Ал Қарақытайлар біздің түркі-моңғол тілдік тобы халықтарының шығыс тармағына жатады. Мәнжүрлермен көрші тұрған ел. Сол елді 13 ғасырдың бас кезінде мына Шыңғыс хан Найман хандығын талқандағаннан кейін ол елді барып 1211 жылы Наймандардың соңғы ханы Күшлік басып алады. Күшлік басып алады. Ол енді басып алғанда бейбіт жолмен енді олардың Желегу деген Гурханы өзінің қызы жақсы көріп қалады. Күшлікті сол қызына үйлендіреді. Одан кейін 1-2 жылда тұрғаннан кейін Күшлік ол Қарақытай патшалығының билігін басып алады да өзі патшалық құрады. Сонда 5-6 жылдай салтанат құрады. Жетісуға түгел билігін жүргізеді. Ақырында ана Жебен Оян, Шыңғыс ханның қолбасшыларының, өте мықты қолбасшыларының бірі Жебен Оянның күшімен талқандалады да Бадахшан жерінде шейіт болады Күшлік хан. Ал енді сол Қарақытайлар енді зерттей келсе түбінде бізге өте жақын. Мысалы, Найман елі бар үлкен шығыста. Шығыс Қазақстан облысы, Семей облысының көбі, анда жақта Жетісу облысының жерінде бар. Ұлытау жақта да Павлодар облысында қалың Найман елі. Солардың ішінде Төрттөлгетай деген үлкен аталары бар. Төрттөлгетай тайпасы дейді. Олар Қаракерей, Матай, Садыр, Төртуыл деп аталады өздері. Солардың аталары, бабалары бір кездері сол Күшлік ханмен еріп кеткендер. Шыңғыс хан жеңгеннен кейін Найман хандығын. Сол Төрттөлгетай дейді. Олар сол Жетісу жаққа барып, Күшлік хан соның ерген жолдастары. Ал қалған Ергенекті Найман дейді. Ол Саржомарт, Көкжарлы, Бура, олар Алтайда қалып қойған Наймандар. Одан кейін әлгілер барғаннан кейін Жетісуда Қарақытайлар билеп тұрғанда кішкене Қарақытайлармен араласуы мүмкін.
екеуі туыс халық болғаннан кейін бір бірімен араласу ол заңды да, табиғи жағынан, тарихи жағынан да. Сондықтан да шежірені қарасақ, мысалы наймандардың шежіресін егер жақсы білсеңдер, әсіресе найман тайпасын бауырларым айтып отырмын. Ана Қаракерейдің, Матайдың, Садырдың төртеуінің әкелері Қытай негізі. Шежіреде солай айтылады. Ал оны Қытай деп орыстардан ұялғанымыздан ба, қорыққанымыздан, орыс тарихшылардың айтқанын біз Құдайдай сенеміз. Содан Қытай дегенді қойып, Түркітай деп атап кеттік, атасының атымен. Ол Қытай жас кісі кезінде 30 жасқа жетпей ме қайтыс болған екен, Төлегетайдың атасының қолында өскені рас енді. Бірақ та мына Октябрь революциясы дейін заманда төрт Қытай деп аталып келген олар, көне шежірелерде. Содан біз өзгердік те, совет кезінде оны Қытай деген аттан қорқып, төрт Төлегетай деп атап кеттік. Сонда білмейміз неге соның әлгі қорқатынымызды. Жалпы орыстардың айтқан сөздері бізге заң секілді жүреді. Мысалы, Мәмбет деген қасиетті атау бар, ат бар, есім. Ол мына Найман елінде, жаңа Қаракерейдің ішіндегі Байжігіт деген тармағы бар. Соның ішінде Мәмбет батыр болған кісі. Сол бар. Одан кейін мына кіші жүзде Әлім, Алтаты Әлім ішінде Шөмекей деген ру бар. Онда да Мәмбет деген қасиетті би адам болған. Ол өзі кезінде Әбілқайыр ханның қасында жүріп, Ресей империясының чиновниктерімен келіссөз жүргізуге қатысқан адам. Өте сауатты, өте ақылды адам. Солардың аттарын орыс тілділер Мәмбет дегенді жаман сөзге айналдырып жүрген екен, енді Мәмбет дегеннен де қалдық. Білмеймін неге сол орыстың атауымен жүретінімізді. Ал Қытай деп жүргеніміз, ол Жунга елі, Жунга, үлкен Жунга, бұл өзінің атауы сол. Мұсылман тарихшылар оларды Чин дейді, араб елдерінде бәрі олар Чин дейді. Персияда да солай, Пакистанда да Чин елі дейді. Ағылшын тілді елдер, Америкада, Канадада, Австралия, Жаңа Зеландияда, Британияда, ол жақтарда Чайна дейді. Француздар Син дейді, Сина. Тек біз орыстардың атынан есіп, орыстар айтқан Қытайды Қытай деп, орыстар бізді шатастырып айтты неше түрлі. Содан кейін әлгі бүкіл Жунга деген елге Қытай деп айтып, 13-ші ғасырдың басындағы бізбен араласқан, бізбен туыс халықтың құлағын шулатамыз жүреміз, бабалардың атауын алып. Ол енді жарамайды ғой. Сондықтан да қазіргі енді тарихта неше түрлі энциклопедия және қазақтың көп томдық тарихы шығып жатыр. Одан тағы оқулықтар шығып жатыр. Мен енді өз ойым, біздің бабаларымыздың атына Қарақтай деп шулата бермегенше, онан да сол әр елдің атауын дұрыс қолданса дұрыс болады деп ойлаймын. Жунга ма? Жунга деу керек. Айтуға қиын емес қой, Жунга. Ұлты ханзулар. Әйтпесе мысалы қазақты бұрын орыстар қалай айтып келді? Қайсақтар дейтін. Ол тегізі жаман емес болған, кейсақтар, Сарский саке деген. Бірақ та оны жек көріп біз ол аттан ұялатынбыз. Тіпті 25 жылға дейін біз қырғыз атын иеленіп келдік. Сол секілді әр ұлттың, әр халықтың, мемлекеттің өзінің тарихи атауын дұрыс айтсақ деп ойлаймын. Сонда объективті көзқарас болушы еді. Сонда адамдар шатаспаушы еді. Менің ойым осы.